Ахмаржанды ешқандай пайдаланып жүрген жоқпын. Пайдаланатында маған мен просто оған көмектесіп жүрмін. Просто оның жігітінің айтуы бойынша мен оны пайдаланып жүрмін. Маған хайп болып жүр. Оның арқасында мен актив жинап жүрмін. Оның Ахмаржанның арқасында мен хайп жинап жүрмін. Ахмаржанның арқасында мен подписчик просмотр жинап жүрмін. Nice. Күшті. Да, слава. Нет. Наоборот, мен Ахмаржанның көзін ашып жатырмын. Вот, например, Джохан. Джоханды примерге алайық. Джохан оны өзінің киноның ашылу салтанатына шақырды. Ашылу салтанатына шақырды. Ну, ашылу салтанатына шақырамын, ойбай, анау деп шықты да, и потом барлығы көреді, например, 2000-3000 адам көріп отыр да. Это, типа, қандай киноның ашылу салтанатына шақырды. Қандай киноның ашылу салтанатына шақырды. Ойбай деп барлығы іздейді. Это уже реклама. Уже реклама кетеді. Қандай киноға барады. Қандай киноның ашылу салтанатына барды ол Ахмаржан. Қайда барды, не қылды деп уже реклама болады. И потом барлығы кинотеатрларда уже барғысы келеді, көргісі келеді ол кинотеатрға барып, ол киноны көргісі келеді. Ахмаржан осы киноның ашылу салтанатына барды ғой, бізде көрейікші деп барлығы барады. Вот. И мен оған айттым. Мен всегда, например, айтамын, Ахмаржанға айтамын. Ахмаржан деймін, Жоханға айт. Ахмаржан уже көйлегін өзі сатып алды, өз ақшасын сатып алды. Мен айтамын, Ахмаржан, дальше баратын болсам, макияжыңды, прическаңды Жоханға жасатып ал дедім. Потому что сен бесплатно барма никогда. Потому что сен оған қалай реклама жасап жатсың. Ахмаржан, сен жаман айтты болмайсың, жаным. Келші маған. Ахмаржан.